өйткені көп мәселені олар көп жағдайда телефонда отырады. Қазір бізде информация жағынан балаларға беріліп жатқан көп поток информация балаларға үлкен әсер етеді. Сондықтан балалармен сөйлескен кезде олар біздің қасымызда отырмауы мүмкін, өз ойымен отыруы мүмкін. Сондықтан көп жағдайда бізге балалармен жұмыс істеу үшін қазір мынандай шаралар қабылданып жатыр. Ол жақында министерствомен қабылданды. Сабақ процесі кезінде біз балалардан телефонды аламыз. Сабақ бойы телефон арнайы шкафчик жасаттық. Сонда балалар телефон өткізеді. Сондықтан олардың уже көңілі тек қана сабаққа, сабақ процесі балаларға дамытатын баланы. Музыка баланың нейросына әсер етеді. Музыканы мысалы мен өз жобамда 26 баланың бәрі бірдей домбыра, біздің қазақтың өзінің несі ғой, домбыра деген құндылығы бір жағынан өзінің қажетті сондықтан сол домбыраны үйрету арқылы біз 26 баланы домбыра үйретіп жатырық. Мақсатымыз не? Олар музыка тыңдаған кезде өзгеріс пайда болады. Самое главное, возвращаем детей к труду, и все. И все прекрасно будет. Поэтому я думаю, да, мы можем дать совет родителям сейчас вовлекать детей в труд, да, потому что сейчас настолько все облегчено для наших детей, да, они родились в совсем других условиях, в другой среде. Наша задача создать вот эту, наверное, безопасную среду, да, у них сейчас другие вызовы, другие проблемы. Біз бәріміз орысша сөйлейміз. Балам келіп, біз қандай ұлтпыз деп сұрап қойды дейді бірінші. Қазақпыз. Битті дейді столды. Біз қазақша сөйлеуіміз керек отбасында деп. Қайдан үйреніп жүрді, сол ұлттық тағылымды көріп, ол кісілер келіп рахмет айтып жатыр. Біз уже отбасымыз қазақша сөйлейміз, дәм қайырамыз. Біз уже қазақ екенімізді осы ұлттық тағылым отбасы үйреніп жатыр да, баламен бірге. Қайырлы күн, құрметті достар. Сегодня мы начинаем первый выпуск нашего подкаста «Баламедиа». «Баламедиа» — это подкаст об образовании, воспитании для родителей, детей и учителей. И сегодня я хотела представить наших гостей. Это Замзагуль ханым и Диана ханым. Саламатсыз ба, достар. Бүгін біз подкастты бастаймыз. Замзагуль ханым, қош келдіңіз. Замзагуль ханым 97-ші гимназияның директоры болады. Және бастайық. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Замзагуль Ертаевна, вот сегодня мы пригласили, хотели бы поговорить вообще и о проблемах, и о других вопросах. Пожалуйста, у вас такой большой опыт в работе с детьми. Какие сейчас дети, какие сейчас у них проблемы? Что вот сейчас самое главное, о чем вот вы хотели бы с нами поделиться и рассказать, поднять эти вопросы для наших зрителей? Замзагуль ханым, қазіргі уақытта бала, ата-ана және мектепті нығайту үшін қандай шаралар өткізіліп жатыр, және балаға деген құндылықтарды сіз енгізуде мектеп қандай шараны жасап жатыр? Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, қазір балалармен жұмыс істеуде қазір көп жағдайда эмоциональдық жағдай өте қиын. Себебі қазіргі қоғамдағы балалар бұрынғымен салыстырғанда басқаша. Өйткені көп мәселені олар көп жағдайда телефонда отырады. Қазір бізде информация жағынан балаларға беріліп жатқан көп поток информация балаларға үлкен әсер етеді. Сондықтан балалармен сөйлескен кезде олар біздің қасымызда отырмауы мүмкін, өз ойымен отыруы мүмкін. Сондықтан көп жағдайда бізге балалармен жұмыс істеу үшін қазір мынандай шаралар қабылданып жатыр. Ол жақында министерствомен қабылданды. Сабақ процесі кезінде біз балалардан телефонды аламыз. Сабақ бойы телефон арнайы шкафчик жасаттық. Сонда балалар телефон өткізеді. Сондықтан олардың уже көңілі тек қана сабаққа, сабақ процесі. Енді бізде сабақ процесі дегенде қазір сабақ процесі де өзгеріп жатыр. Көбінесе функционалдық сауаттылық. Яғни ол бұрын мысалы жаттанды түрде сабақты оқып айту емес, қазір сабақта өмірге дайындайды мұғалім. Сабақты оқытып отырып, ол жалпы қоғаммен байланыстыра отырып оқытады. Сол кезде балаларда
жаңағы 45 минуттың ішінде өзгеріс болатынын байқап отырмыз қазір телефонды қолданбаған кезде. Иә, қазіргі уақытта технологиялар уже біздің өмірімізге енгізілді. Сол себептен мектепте геймификация сол туралы айтып бересіз ба? Енгізілді ме геймификация? Иә, өйткені бізде қазір мынандай жағдайдан біз қорықпауымыз керек. Қоғам дамып жатыр. Сондықтан біз мүлдем телефонды алып тастаймыз, немесе мүлдем жаңағы балалардың қазір жасанды интеллекттің пайда болып жатқан кезде ол балаларға ол қажет. Сондықтан ол бар. Балалар өзінің қажет нәрсесін интернет арқылы тез табуға, өздері мәліметті ол мысалы егер мұғалімнің жоспарында бар болса, әртүрлі программа, Кахот деген программа бар. Мысалы, баламен жұмыс істеу кезіне сол уақытта балаларға рұқсат беріледі. Бүгін біз қазір сабақта телефонмен қолданып, осындай тапсырмаларды орындаймыз. Немесе қазіргі уақытта мынау халықаралық исследованиялар, PISA, TIMSS-тарда көбінесе сол жағына көп көңіл бөледі. Бала білім алғанда, сауат ашқанда, мысалы, математикалық сауаттылық, білім сауаттылығы, қазір енді IT сауаттылық деген қосылды. Сол кезде бала тек қана жаттанды білім емес, бала өмірге бейім ба, дайын ба, ол қаншалықты қандай білім алып жатыр дегенді тексеретін халықаралық жобаларға Қазақстанда қатысып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы геймификация ол балалардың пайдалану өте қажет осындай жағдайда. Рахмет. Ал жасанды интеллект болса, оқушыларға онымен пайдалану бола ма? Жасанды интеллект дегенді біз қалай түсінеміз, мәселе сонда ғой. Мысалы, бір жаңалық келген кезде адамдарда қорқыныш қалыптасады ғой. Баяғы енді тарихтың өзінде лутшылар қозғалысы дегенді білесіздер. Англияда болған кезде жаңағы алғашқы нелер пайда болды ғой. Тоқитын жаңағы нелер болды, соны қирата бастады ғой. Біздің жұмысымыздан айырылдық деп жаңалыққа қарсы шыққан уақыттарды біз білеміз тарихтан. Сол сияқты жасанды интеллектте мұғалімдер да ойлайды, жасанды интеллект мұғалім мысалы сабақ береді. Жаңағы өзінің білімін немесе жасанды интеллекттегі ChatGPT-ға немесе қайсына болсын тапсырманы берсең, саған дайын қылып береді. Мұғалімнің де тапсырмасы дайын, слайд та дайын, немесе балаға берілетін сұрақ жауап та дайын қазір. Ол мұғалімнің жұмысын жеңілдететін құрал. Ол жасанды интеллект мұғалімді ауыстырмайды қоғамда. Соған мұғалімдер түсіну керек. Ол біз қазіргі мынандай тез дамып жатқан қоғамда өзімізге көңіл бөліп, баламызға көңіл бөліп үйреніп, жұмысымызды жасанды интеллектке соны үйрену арқылы жұмысымызды жеңілдетуіміз керек. Сонда біздің жұмысымызда сапа көтеріледі. Сондықтан жасанды интеллекттен қорқып қажет жоқ. Біздің мұғалімдер бар, жасанды интеллектті пайдаланып сабақ беретін. Сол кісілер өздерінің тәжірибесімен бөлісіп жатады. Сол кезде біз байқағанымыз, жасанды интеллект арқылы жаңағы сапаның көтеріліп, балалардың мүлдем басқаша оны қабылдайды. Өйткені оны балалар біліп отыр, жасанды интеллектті. Сондықтан оны мұғалімдер балалардан асу керек. Соған іздену керек. Қандай жаңалық болды? Мұғалімдер үйрену керек. Сондықтан қазір қоғамда мұғалімдер үздіксіз білім алады, даму үстінде. Өйткені олар қоғаммен бірге өзгеру керек. Баладан білімі осы жағынан жоғары болу керек. Ал сіз айтқандай мектеп балаларды келешекке даярлау жұмысымен айналысса, сіздің ойыңызша қандай дағдылар керек келешекте? Ең маңызды. Ең маңызды дағдылар деген кезде бізде осы қоғамда көп пікірталас тудырады. Өйткені біз кеңес үкіметін, қазіргі оқуды, сосын болашақта қалай болады деп салыстыратын болсақ, мысалы бастауышта балалар көбінесе қолөнер керек, оларға музыка керек, оларға сурет салу керек деп, немесе біреулер жоқ, ол жазу керек, қазір ол ағылшынша еркін сөйлей алу керек деп әркім жаңағы пікір айтып жатады. Сондықтан сол жағынан мен енді өзімнің тәжірибемде қарап отырғанда, біз бастауыш кезінде 1 мен 4 аралығында алған кезде біз баланың сол уақыттағы бала сияқты, мысалы көп жағдайда оның дамып келе жатыр ғой. Сондықтан оларда жаңағы музыканың да болғаны, сурет салу, сосын қолөнер жұмысының көбірек болған дұрыс балаға.
ол мысалы көп жақта садикте оны үйренді, мектепте қажеті жоқ деп көбісі сондай пікірде айтады. Неге? Өйткені ол оқу керек деп. Ол бала оқуға қазір үлгереді 5 сыныптан бастап. Сондықтан жаңағы біліммен қатар жаңағындай балаларға дамытатын баланы. Музыка баланың нейросына әсер етеді. Музыканы мысалы мен өз жобамда мен 26 баланың бәрі бірдей домбыра, біздің қазақтың өзінің несі ғой, домбыра деген құндылығы бір жағынан өзінің қажетті жаңағы не. Сондықтан сол домбыраны үйрету арқылы біз 26 баланы домбыра үйретіп жатырық. Мақсатымыз не? Олар жаңа музыка тыңдаған кезде өзгеріс пайда болады оларда. Ол музыка тыңдап отырып, ода ой қалыптасады. Сондықтан музыканы сурет салған кезде де балада ой қалыптасады. Бірақ қандай сурет салу керек? Сондықтан бізде сол балаға суретті салғызатын, музыканы үйрететін мұғалімдердің деңгейі жоғары болу керек мектепте. Біз соған оқытуымыз керек. Өйткені баланың біз мына зерттеуде дарынды балалардың сол музыкамен айналысып, шахмат ойнап, немесе жаңа қолөнермен айналысқан балаларды зерттегенде байқағанымыз, олардың жаңағы есеп шығаруы, өмірге деген махаббаты, олардың мәдениеті басқаша болатынын байқадық. Өзгеріс. Сондықтан соны мектепте қалыптастыру керек, соған көңіл бөлу керек деген ойдамын. Ал жаңағы ағылшынша сөйлеу, немесе жаңағы білімге үйрену, әрине мен оған қарсы емеспін, бастауыштан бастап қалыптастыру. Ол кейде баланы шаршатып жібереді. Тіпті жаңағы ол ойнағысы келіп тұрады. Сондықтан бізде тепе-теңдік болу керек сол жағынан. Сондықтан мен ойлаймын, қазір соған байланысты бағдарламалар өзгереді деп жатқанның көбінісінде сондай мәселелер қарастырылып жатыр. Негізі ол дамыған Европаларда ол бар. Осындай жағдай. Сіздің ойыңызша балалар қазір сұрақ қойса, маған осы музыка немесе қолөнер керек емес, мен келешекте айтишник болам, технологиямен жүрем деген ой болса, не айтуға болады, қандай аргумент? Енді ол былай ойлау керек қой. Ол музыканы үйренген, немесе қолөнермен үйренген, ол болашақта музыкант болады деген мәселе емес қой. Бала жан-жақты болу керек. Егер ол жан-жақты болатын болса, бала тез үйренеді, тез қалыптасады. Мен мынандай бір случайды, жағдайды айтқым келеді. Дарынды мектебінде мен өзім мұғалім болып жұмыс істедім, дарынды балалармен жұмыс істедім. Сол кезде менде мынандай жағдай болды. Балалар математикадан бір оқушы болды, қиналды есеп шығарған кезде. Өйткені ол математикадан тереңдетілген, олар бірнеше есепті береді ол балаларға, олар үлгеру керек, ол есептерді жоғары деңгейде шығару керек, бірақ ол бала алып кете алмады. Содан ата-анасы келеді, қосымша мұғалім жаңағы тауып беріңіз, мен ақшасын төлеймін, есеп шығару керек деп. Содан мен мұғалімге барып едім, мұғалім айтты, бұл 5-ші класстың баласы, бұл қосымша қайда барады, қандай спортпен айналысады деген сұрақ қойды математика мұғалімі. Ата-ана ренжіді. Спорттың қатысы не? Мен математиканы айтып тұрмын деп, сол жерде ашуланды. Сосын балаңда қандай қозғалыс бар, қандай қимыл бар, соны айтшы деді. Сосын тұрып айтты, жоқ, мен таңертең кешке дейін отырғызып қоямын, мен есепті шығар деп айтамын, бұл шығармайды деп жаңағы ашуланып, түсінбей. Сосын тұрды да, енді мен басқаша сұрақ қойын, балаңыз домбыра тарта ма деді. Домбыраның қатысы не деп. Сосын айтты, мен балаңызды ала алмаймын, мен дайындай алмаймын, өйткені балада қозғалыс жоқ, қимыл. Баланы баскетболға беріңіз, немесе футболға беріңіз, немесе жаңа қосымша балада қимыл болу керек, баланың миы даму керек. Баланың миы дамыса, мен ол баламен жұмыс істей аламын. Ал қазір маған бұл баламен жұмыс істеу қиын, өйткені балада давлениені көріп тұрмын ата-ана тарапынан. Сондықтан сіз бұл математика мүмкін қызықпауы да мүмкін деген кезде мен тыңдап отырып ойландым. Біз баланы бір салаға беріп, осыны үйрен деген болмайды екен. Баланы біз жан-жақты қалыптастыруымыз керек. Сондықтан біз сол жағын ойластырып барып, баладан тек қана бір ғана мен осын ғана білуім керек деген мақсат қоймауымыз керек басында деген ойға келдім.
Сонда қазіргі ата-анада осындай ақпарат жоқ па? Олар көбісі соны білмейді ме? Сізге сол қиындықтар тудырады ғой. Ақпарат не жоқ емес бар, өйткені бізде енді ол қай жағынан мұғалімдер баласын бір көңіл үйрену үшін бір бағытта ғана кейде таңдайтын жағдай болады. Мысалы ағылшын тілі ма, немесе жаңа сіздің сөзіңізге қараған кезде жаңа осындай ойдан мен баламды бассейнге апарып келдім, одан кейін оны шахматқа апарып келдім, одан кейін осында апардым деп дейтін ата-аналар болады. Бірнеше жаңағы неге жазғызып қойып, Бос уақыты жоқ. бос уақыты жоқ. Ондай неде ол былай қарағанда витаминді дұрыс бермей, витаминін жасырып баланы шаршату да қажет емес. Сондықтан балаға не ұнайды, сол жағын қарастыру керек. Сосын көп жағдайда мысалы коллективный дейді. Біз жаңағы мен өз жобамда зерек сыныбында біз ата-аналармен келісіп отырып, келісім шартқа отырып, балалар бір класста барлығы бірдей домбыра үйренсін, барлығы бірдей шахмат. Неге оны біз қойып отырық? Себебі біз баланың логикасы, ойлауы, балалардың дамуын сонымен зерттеп жатырмыз. Ол жерде жаңа домбыра бар, сосын шахмат бар, и би бар. Қимыл қозғалыс. Қимыл қозғалыс бар, сосын жаңағы логикамен ми дамыса, сосын домбыра ол эстетика деп. Ата-ана да өзінің баласының ыңғайына қарай, қайсына ыңғайы келеді, қайсы ұнайды, сол жағына қарай барлығын бірдей емес, бір-екі өзінің ұнаған нәрсесіне апарса, бала ары қарай сол бағытпен кетуі да мүмкін, немесе ол болашақта ертеңгі күні ғалым болса да, немесе қызмет істесін, немесе бизнес болса да, ол соны айтады. Кезінде менің ата-анам осындай апарған, маған ұнайтын. Мен сол қазір де сол өзім тыныш отырған кезде домбыра тартамын, немесе музыка тыңдаймын. Өйткені маған ол бала кезімнен қалыптасқан, бала кезімнен маған берілген тәрбие. Мен сол маған көп үлкен кісілерден, мысалы жаңа жетістікке жеткен адамдар сөйтіп айтып жатады. Сол уақытта маған апарған кезде мен түсінбеппін, қазір оның керек екенін мен өскенде менің қазір жаңағы кейде көңіл күйім көтерілген кезде мен жаңа қолыма домбырамды аламын, немесе мен өлең айтамын, өйткені мен кезінде сондай барып едім деп. Көрдіңіз ба? Ол да адамның эмоциональный дамуына әсер етеді. Біздің бас қаламызда Астанада осындай бағдарламалар бар екен, көзіміз жетіп жатыр. Ал Қазақстанның басқа кіші ауыл мекендерді айтсақ, осы бағдарламаларды енгізіп жатыр ма? Бұл негізі мен бұл біртұтас тәрбие қазір барлығына кіргізді ғой. Біртұтас тәрбиенің ішіне бәрі бар. Театр да бар ол жерде. Экология бар, сосын қауіпсіздік бар, заң бар. Осының барлығын біртұтас тәрбиенің ішінде қазір біріктірген. Ол кәдімгі программа ретінде бізге берілді. Біз сол бойынша, мысалы, сыныптарға береміз. 5-ші сыныптарға жаңағы сіздерде театр күнінде жаңа күнін белгілеп береміз. Сказканы жаңағы ертегіні таңдайды, и балалардың бәрі қатысады. Бәрі 5-ші сыныпты қамтиды. Немесе жаңағы озвучка мультфильмді. Ана балалар мультфильмді жаңағы озвучка жасаған кезде өзің таң қаласың, айыра алмай қаласың, ана мультфильмдегі адам сөйлеп отырған сияқты. На самом деле шынында келгенде біздің балаларымыз жаңағы жан-жақты екен, дамып жатыр. Сондықтан біртұтас тәрбиенің қазір үлкен мүмкіндігі болып жатыр. Мен жаңа сіздерге айтып кеттім ғой, мына зерек сыныбында біз осы жобаны бастар алдында мен іс тәжірибе Астана қаласының білім басқармасы жаңа директорларды оқуға жіберіп тұрады, жаңағы Финляндияға, немесе жаңағы Англияда, Кембриджда, мысалы оған біз қатысу үшін мектеп болып қатысамыз, жоба қорғаймыз, сосын сол жоба арқылы іріктеліп бізді сол тәжірибе алмасуға апарады. Сондай бір тәжірибемде Швейцарияда болдым. Швейцарияда болған кезде бізді гимназияларға апарды. Мықты деген гимназияға, бір мықты гимназияға барған кезде тыңдап отырып сабақтарына қатыстық. Сол кезде бастауышта кітаптар болды. Қатты бір жаңағы біз сұрақ қойып жатырмыз ғой. Біз білімге қатты көңіл бөліп кеткенбіз сол уақытта. Міндетті түрде дұрыс жазу керек, дұрыс оқу керек деген сияқты соған көп. Ал жаңа қарап отырсақ, онда ештеңе көре алмадық та, қарапайым сабақтар. Балалардың барлығының өзі еркін, жаңағы оларда бір кітап болды, сосын кітаптың ішінде не жазылғанын маған түсіндіріп берсеңіз деп сұрадым.
сосын бүйтеді, бұл кітаптың ішінде біз қандай бастауышта сонда 3-ші сынып біз қандай мемлекет болдық, біз осындай күйге қалай жеттік, біздің табиғатымыздың осындай керемет болуы ненің арқасында екенін оқытамыз дейді. Енді сонда нақты не жазылған десем, біз жаңағы отбасында не істеу керегін үйретеміз балаға. Отбасында деп сөйтеді. Сонда отбасында не болуын, ата-анасы бар ғой деп сөйтедік қой. Отбасында енді ата-ана бар, ол жерде оны оқытудың қажеті не деп сұрақ қойып жатырық қой. Бізбен бірге Ресейден барған директорлар да болды. Олар вообще бұл дұрыс емес деп шықты ол жерде. Дұрыс нетіп жатқан жоқ. Енді бірақ Швейцариямен әрине Қазақстан Ресейді салыстыруға болмайды, бірақ олар бізге қарады да айтты, біз қарапайым нәрселер ол, бірақ біз соны үйретеміз дейді. Сонда олар біздің мемлекетке деген көзқарас балада басқаша патриоттық не қалыптасатын сода дейді. Өйткені олар жаңа табиғатты қорғауды бастауышынан біліп шығады. Отбасына деген құндылықтарды, отбасын олар өте құрметтейді. Соның бәрін біз үйретеміз деп. Содан келгеннен кейін мен мұғалімдарыма, өзіміздің әкімшілік бар, жаңа бастауыш мұғалімдарын осы немен тәжірибені айттым. Бізде отбасын тәрбиелеу, отбасы құндылықтары, отбасымыздағылар бізде бай ғой. Біз ешкімнен ұялмаймыз, ешкімнен кем емеспіз. Зейнеп Ахметованың «Күре тамыры» деген кітабы бар. Сонда отбасы тәрбиесі, жалпы қазақтың қандай отбасын құндылығы өте жазылған. Сосын «Жер бесікке, тал бесікке» деген Нүсіпқожаеваның кітабында оның барлығы жазылған. Біз неге соларды жинақтап бастауышқа оқулық жазбаймыз жұмыс дәптерімен? Біз оқытып көрейік балаларға, қалай қабылдайды екен, ата-ана қалай қабылдайды. Бұның ешқандай дінге де қатысы жоқ. Біз өзіміз қазір қазақтың халық дәстүрді, мәдениетті дұрыс болмағандықтан еліктеп кетіп жатырмыз, немесе ол дұрыс болмай жатқаны қоғамда біздің сол оқытпай жатқанымыздан деп Евразия университетінің профессоры Шынар Қапандайды шақырдық, бірнеше ғалымдарды шақырдық, сөйтіп өзіміздің жаңағы ұсынысымызды айттық. Ол кісілер қуанды, әрине осы бізге қажет деп. Сөйтіп бізде ұлттық тағылым деген 1-4-ке арналған оқулық пайда болды. Сонымен қатар жұмыс дәптерімен сөйтіп сол зерек деген сыныпты ашып, 26 бала бәрі бірдей домбыра тартады, бәрі бірдей ұлттық құндылықты оқиды деп сол Швейцарияның тәжірибесін кіргіздік. Кіргізгенімізге міне 6 жыл болды. Қазір 6 сыныпты оқиды. Ол жерде тек қана қазақ балалары емес, орыс балалар, бізде аралас мектеп болғасын орыс сыныбының қараған жоқпыз. Ол жерде орыс ұлтының ұлы да болды, басқа жаңа Шешенстанның балалары да болды, әр ұлттар. Бірақ ұлттық құндылықты оқи отырып, олар біз қазақпыз деген бір мақтаныш басқа ұлттан естігенде таң қалдық. Біздің қазақ балалары енді әрине оларда да жаңағы патриоттық рух оянды, өйткені ол жерде жеті ата туралы, нағашы жұрты, оларға деген көзқарасы бәрі айтылады ғой. Сондықтан бір атаны айтты, біз бәріміз орысша сөйлейміз, балам келіп, біз қандай ұлтпыз деп сұрап қойды дейді. Бірінші қазақпыз, бүйтті дейді столды, біз қазақша сөйлеуіміз керек отбасында деп. Оны қайдан үйреніп жүрді. Сол ұлттық тағылымды көріп, ол кісілер келіп рахмет айтып жатыр. Біз уже отбасымыз қазақша сөйлейміз, жаңағы дәм қайырамыз. Біз уже қазақ екенімізді осы ұлттық тағылым отбасы үйреніп жатыр да, баламен бірге. Соған қарағанда біз жақсы қабылдады, ата-аналар да жақсы қабылдады, балалар да жақсы қабылдады. Қазіргі уақытта сол Бауыржан Момышұлы атындағы 53-ші мектепте басталған жоба, 97-ші мектепте біз 2 класс ашамыз дегенбіз, сұраныс көп болып 6 сынып аштық. Негізі 2.90-нан кейін біз анкет алдық, пікірлеріңіз қалай деп, ата-аналар өте жоғары баға беріп жатыр. Неге? Өйткені көбінесе біз үйде оның бәрі айтылмайды, қалып бара жатыр, ал мектептен үйренгені басқаша екен деген. Сондықтан дұрыс нәрсе үйретіп жатқанымызға өзімізді қуанып отырмыз. Сондықтан жобамызды жалғастырамыз, зерттеуімізді жалғастырамыз. Өйткені қазақта айтады ғой, асатпай жатып құлдық жоқ деп. Ол балалардың ертеңгі күні қоғамда қандай елге қалай қызмет етеді, ұлтын қалай сүйеді, соның барлығын біз осы зерттеуімізде жалғастырамыз деген ойдамыз. Ал біз мектепте ата-ана, оқушы
мектеп арасындағы қарым-қатынасты нығайту үшін ең конструктивті комментарийге біздің сый сыяпатымыз бар, соны ұмытпаңыз. Және сый сыяпатымыз ол кітап. Оқушыға технология заманында қалай білім беріп, қалай оны өсіру, тәлім-тәрбие беру екеніне сый сыяпатымыз кітап болады. Ал сізге сөз беремін. И хотелось бы задать такой вопрос. Можете қазақша это, Вергия? Как сейчас родители очень заняты на работе, и сейчас вот, да, мы говорили про вовлечение ребенка, да, в творческие направления, воспитание национальных ценностей. Но хотелось бы сейчас такое время, когда родители все очень заняты, да, достижением своих целей, да, Инстаграм нам там соцсети диктуют определенное направление, и ребенок, получается, остается без внимания. Вот какой бы вы совет дали родителям, да, чтобы сблизиться с ребенком, потому что те сейчас факторы, которые происходят, статистика, да, не будем называть, но что происходит с нашими детьми, и как вы считаете, вот какой совет можно дать родителям, да, чтобы больше проводить времени с ребенком, вовлекать его, больше обращать на него внимание? Потому что, мне кажется, детям больше всего не хватает именно внимания или же признания как личности. Вот, қазақша айтып беріңіз. Енді ол мынандай жағдай ғой. Көбінесе біз мәселені мектеп шешу керек деген бір жақты болмау керек. Иә, дұрыс. Сондықтан бізде тәрбие завучтары осы жақында бір жобаны бастады, авторлық жоба. Ол жерде жаңағы оперативно, егер балада проблема басталса, егер ол семья болса семья, болмаса денсаулығы болса, немесе басқа құқық қорғау органдарымен бірлесіп отырып оперативно жаңағы шешетін мәселе бойынша бір жобаны бастады. Мен оны неге айтып отырмын, себебі мынандай жағдай болды. Енді біз оны айтуға тура келіп отыр, өйткені ол болды, енді былай зерттеу сияқты ғой, енді қоғамда бала туалеттің ішінде бір баланыға қысым 3-4 бала болды, біреу видеоға түсіріп тұр, ана баланы ұрып жатыр жестоко. Енді сол тарап кетті әлеуметтік желіде, и барлығы ана ұрып атқан бала деген уже ол енді ол қайтып келмейтін сияқты, оны сонда жіберу керек, жаңағы бұл мынау әке-шешесі қайда қарап отыр деген сияқты, уже ата-анаға, балаға уже буллинг басталады сол уақытта. Таяқ жегенде балаға өте қиын, әрине, жаңағы ұрып атқан бала уже оған үлкен крест қояды бізде қоғамда қазір. Сондай жағдайлар болады. Сол комиссия қарап ол мәселе бойынша, сосын бізге мектепке звондады, Замзагүл дайымда. Мен мына жерде қарап отырсам, жаңағы біз айыптап атқан бала жаман емес сияқты. Жақсы оқиды екен, бала жаман емес. Бірақ міне қазір шешім қабылдамақшы, Екібастұзға жаңа арнайы мектепке жіберу тұр. Мүмкін сіздер мектептеріңізге жіберсек, сізде жаңағы тәрбие завучтарыңыз бар, жұмыс істеп көресіздер ма деп деген өтінішпен шықты. Мен айттым, жақсы, мектепке жіберіңіз, біз көрейік дедім. Енді бірақ қорқыныш болды. Онда мектепке жіберу, ол балалар уже бізде жаңа ол баланы уже болмайды, ешқандай мектепке кіргізбеу керек деген сияқты. Сосын келген кезде біз ешкімге ешқандай хабарлап айтқан жоқпыз ол баланың проблемасын. Тәрбие завуч екеуміз ғана білдік, бірақ мен тәрбие завучына айттым, баланы сыныпқа барған кезде бұл бала жақсы бала ретінде таныстыр, өйткені бала жақсы оқиды, негізі бала жақсы бала, бірақ ана бала мен екеуінің қандай жағдай, мынандай ситуацияға бұл баланың қалай түскенін біз білмейміз, бірақ бұл бала жеті оқитын, әлі тәрбиеге, өзгеріске бейімдеуге болады деп. Классқа апарып таныстырды, сыныпқа. Міне классқа сіздерге жақсы бала келді, жақсы оқиды, міне қарсы алыңыздар деп. Әрине ол классымызда шамалы қиындау класс, бірақ жақсы бала келді дегенге қуанып, сынып жетекші де қуанып, білім сапамыз көтерілетін болды, жақсы бала ретінде қабылдады. И кім біз бақылап отырдық, тәрбие завучы жиі барып тұр, балада резко өзгеріс. Расында да жақсы оқитын бала екен, тәрбиесі де өте жақсы. Класспен араласып кетті, достар тапты, театрға барды, класс жетекші бірге оларды. Ол класста жаңа кітап оқу несі жақсы қалыптасқан. Оқырмандар клубы бар. И ол бала өзінің оқыған кітаптарымен бөлісіп, біз даже аны қимайды екенсің жаңағындай жағдай деп. Сөйтіп міне бір айдың ішінде баланың біз уже все болды, қалыптасты бізде. Бұл балада проблема жоқ екен, енді ана баланың арасында конфликті болған шығар деп біз оны неттік баламен. Содан бір ай өткеннен кейін
сынып жетекші звондайды, мамасы звондап тұр, бала үйіне 2 күн қонбапты, бала жоқ екен. Сол кезде енді проблемасын біз біліп тұрғасын қорықтық қой. Ойбай, мына балада проблема бар екен ғой деп. Ата-анасы еще 2 күннен кейін хабарлап тұр. Соған таң қалдық. Содан сразу 102-ге звондадық, полиция барлығына хабарладық. Сол кезде полиция айтады, қалай сіздерге барған ба, бұл неге кету керек еді ғой Екібастұзға. Сіздер мектептеріңізге неге барды? Мен айттым, енді балада проблема біз көрген жоқпыз. Біздің мектеп жақтан балаға бізде ешқандай не жоқ, претензия жоқ. Біз баланы жамандай алмаймыз. Бірақ неге үйінен қашып тұр? Значит, проблема отбасында тұр. Көмектесіңіздер деп. Содан мамасын шақырдық. Мамасы жаңа ренжіп, мен қарсы емеспін, келісімді бергем, алып кетем деп солай деді. Сосын біз сол жерде баласы туралы айттық, түсіндіріп. Неге олай сіз балаңызға жаман немен қарайсыз? Балаңыз жақсы оқиды, достар барлығы оны нетіп отыр. Мүмкін басқа проблема бар шығар деп ем. Таң қалып, балам сондай жақсы ма, жақсы оқи ма деп біртүрлі сенбей қайта-қайта сұрады. Енді сізге сынып жетекші айтып жатқан шығар, өзіңіз байқадыңыз ба деп. Содан ойланып, өзгеріп жатса, жақсы болып жатса, енді әрине деп. Сосын сұрай келе семьясында проблема бар екенін нетті, мамасы айтты. Біз семьяда жұмыс істеуге өтініш білдірдік. Сөйтіп, енді баламен сөйлесіп едік, бала мамасы айғайлап ұрсып, тұрмайсың, үйден кет дегенге кетіп қалдым дейді. Балада да жаңағы өзінің мамасын тыңдамай тұрған проблемасын біліп, психолог жұмыс істеп, осы енді жақында, енді сол проблемадан кейін где-то бір 2 жеті өтті. Қазір уже ата-анасымен да қазір несі өзгерді деп психолог. Қазір жақсы. Мамасы мектепке келтіре алмайтын, біз басында келтіре алмамыз. Қазір жиі келетін болды. Мектепте шараға шақырып жатырмыз, ата-анасы баласымен бірге қатысатын болды деді. Жаңа оқырмандар клубы бойынша. Бұны неге айтып отырмын? Бізде бірден жаңағы тәрбие айналысуда отбасымен біріккен жұмыстар мектептерде көбею керек. Қазір ата-аналар араласу керек, ата-аналар мектепке келу керек. Егер сондай жұмыстар болатын болса, балада өзгерістер көп болады екен. Соны байқадық. Көбінесе балалар менің ата-анам келсе, менің отбасым іс-шаралар болса деп, олар соны қалайды. Өйткені ата-анасын балалар жақсы көреді, қандай жағдай болса да. Олардың да басқаша көзқарасты өзгергенін бала қалап тұрады кей жағдайда. Сондықтан қазір біртұтас тәрбиеде ол бар. Кәдімгі дайындап берген. Егер біртұтас тәрбиенің бүкіл жаңағы несімен жұмыс жасайтын болса, мектептер барлық мәселені шешуге жоспар жасап қойған деп айтуға болады. Давайте мы расскажем зрителей об біртұтас тәрбие, вот основные ценности, да? Енді ол 6 құндылық бойынша 6 ценностей. Қойып отыр. Да, чтобы родители у нас экология, жаңағы заң, сосын балалармен жаңағы отбасылық құндылықтар, осының барлығы 6-ауында бөлек-бөлек. Сосын жаңағы бала медиа жобасы бар, ол балалардың жаңағындай немен айналысуы, зерттеумен айналысуы, жаңалық ашуы, жаңағы қолөнерден де баланың қазір біз қолөнермен айналысу керегі. Біз көбінесе қазір қолдан жасалынған нәрсенің бағалы екені, еңбек екені баланың. Соған бір келе жатырмыз. Оны айтып отырған бізде ағылшын апталығы болды. Сол кезде балалар оформление көмектескен кезде бәрін қолдан жасады. Тіпті үлкен баннердің өзін біз заказ беретін еді ғой. Заказ бергізбей, просто ақ не болсын деп, соған өздері қолмен жасады. Ол қолмен жасаған нәрсе әдемі болып шықты. Негізі біз көбінесе тапсырыс беру емес, барлық өз балалардың қолымен жасауға үйретсек, бір жағынан ол эстетика, мәдениет, өнер барлығы жасауға болатынын түсіндік. Сол жерде осы жағынан барлығы бар. Бала медиа жобасы, сосын заң және тәртіп дегенде біз жаңағы көбінесе құқық қорғау органдарымен тығыз байланыста балалармен кездесу болып тұру керек. Мысалы, балаларға түсіндіру жұмыстары, жаңа жолда жүру ережесі барлығы қамтылған. Мектепте жалпы қоғамға, өмірге барлығын дайындауға сол біртұтас тәрбиеде біріктірген сияқты. Бұл бір өте жақсы жоба деп біз қабылдадық. Ол көбінесе
тәрбие завучтар қиналып жатыр да, жұмысымызды көбейтіп жіберді деп. Олай ойламау керек. Керісінше жұмысымызды жеңілдетті. Өйткені ол жерде дайын жаңағы тапсырма, балаларды бізде тек қана ұйымдастырушылық болу керек. Ұйымдастырып отырсақ, ол жұмыс дайын, бізге дайындап беріп отырған жұмысты біз бөліп беріп отырамыз. Сол кезде өзінің кезең-кезеңімен орын алып отырған кезде балаларда өзгеріс қалыптасады. Тәрбие де қалыптасады. Мына елімізге деген көбінесе жаңа қарсылық немесе көп жағдайда мынау интернетте отырады, немесе неден үйреніп жатыр деген нәрсенің барлығы осы біртұтас тәрбиесіне, театрға бару, киноға бару, оның бәрі жоспарланған ғой. Баланың біз уақытын бөліп тастаймыз. Баланың бос уақыты болмайды. Телефонмен, бос уақыты болса телефонмен отырады ғой. Бос уақыты болмау керек. Балада үнемі қозғалыс болу керек. Үнемі мен бүгін осыған барам, осыны үйренуім керек, бүгін мынаны оқуым керек деген жоспарлап үйрену керек өмірін. Бала. Сол кезде балада қозғалыста болады, өзінің қалыптастыра алады деген ойдамын өмірін. Мақсат болу бір керек. ортақ мақсат, мектеп, ата-ана және оқушы арасындағы бір ортақ мақсат. Мақсат, Хочу дополнить, мы как то поколение, которое выросло на труде, да, и в декабре, когда я участвовала на международной конференции, да, государства, образования, власти, где поднимались вот эти все проблемы взаимодействия родителей, детей, учителей. И мне так понравилось, в самом конце встал мужчина из зала, тоже со сферы образования, и сказал самую главную вещь. Мы беспокоимся о том, что ребенок в гаджетах, да, вот, и он сказал, самое главное, возвращаем детей к труду, и все. И типа все прекрасно будет. Поэтому я думаю, да, мы можем дать совет родителям сейчас вовлекать детей в труд, да, потому что сейчас настолько все облегчено для наших детей, да, они родились совсем в других условиях, в другой среде. Наша задача создать вот эту, наверное, безопасную среду, да, у них сейчас другие вызовы, другие проблемы. И я бы хотела немножко уже перейти к вопросу об учителях, да, потому что вот сейчас, как Диана, ты дополнила, родители, дети и учителя. И, как я говорила, цель нашего подкаста — увеличить долю вещающих учителей в сети. И хотелось бы рассказать, какой сейчас учитель, да, вот во взаимодействии родители, дети, какой образ и какие вызовы стоят перед учителями сейчас во взаимодействии с родителями, с детьми, как воспринимают дети. Сейчас очень много нюансов, да, что учитель не может уже там поругать громко ребенка, да, они говорят о своих личных границах. И вот эти вот все сложности, вот нам интересно, потому что у нас этого не было. У нас было по-другому. Учитель — это полный идеал, да. И вот сейчас вот касаемо, да, личного бренда учителя, да, по сути дела, учитель — это же как месседж, трансляция определенных ценностей, и ребенок проводит больше времени с учителем, да, получается, большую часть. И здесь мы говорим о том, что и родители, и дети, и учителя нам нужно как-то совместными усилиями, мы сами мамы, да, приложить усилия для того, чтобы вырастить из нашего ребенка успешного, счастливого гражданина нашей страны. Енді мұғалім, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бренд деген қазір енді заманына сай енді современные реалии. Брендті қалыптастыруға болады мұғалімнің, қазіргі заманның мұғалімі қандай болу керек деген. Өйткені қазір мектеппен мұғалімді әрбір адам сынайтын орынға айналып кетті, сыни орынға. Ол біздің қазір мектептің да, мұғалімнің да, даже мектеп басшысының да қазір дәрежесін түсіріп жіберді. Мектепке ата-аналар айғайлап кіре алады, келеді, айғайлап мұғалімға да. Сосын көп жағдайда мектепте мысалы бір мұғалім жұмыстан кетіп қалды десе, сразу жамандық іздеп отырады, ойлап. Неге кетіп қалды? Значит, мектеп жұмыс күн бермеген, немесе жұмыс істей алмаған деп, оның басқа да жағы бар екенін қарамайды. Бірден сондай. Ол қазір чат бар, ата-аналардың чатында. Ата-ананың чатында жазып отқан пікірлерді оқыған кезде өзің шошисың. Сондықтан біз мынандай жаңағы 97-ші мектептің жаңағы бренд мұғалім ұстазды қалыптастыруда ойлап отырмыз, ұстаз қандай болу керек. Мынандай ата-аналар мынандай сұрақ қойып келді. Бізде мұғалім болды,
мұғалім жаңағы тәрбиеші ретінде, сынып жетекші ретінде мықты, балалардың жаңағы қарай алады. Бірақ как педагог ретінде ол негізі білімді болу керек, білім беру керек. Біз ол жағынан да қараймыз, өйткені бізде арнайы әкімшіліктің тарапынан біз мұғалімнің барлық жағынан қадағалап отырамыз. Оның өзінің жұмыс уақытында болу, немесе ол жұмысын білуі деген сабағына кіреміз, анализ жасаймыз. Сол жағынан алып қараған кезде ол мұғалімнің білім беруде көп жаңағындай не жіберді, қателіктер. Біз енді оны айтуға тура келеміз. Сол жерде сіз негізгі міндетіңіз өз пәніңізді жетік білуіңіз керек. Өз пәніңізді сіз балалардың алдында ол қандай сұрақ қойған кезде сіз жауап бере алуыңыз керек. Сонымен қатар жаңағы алған тапсырмаңызды кәдімгі тексерген кезде өте мұқият болуыңыз керек. Өйткені оны баланың еңбегі. Міне сол жағынан ол баланың алып отырған еңбегінің өзін тексермегені, өтірік ойдан баға қойғанын да анықтадық. Міне сол жағынан біз мысалы жаңа мектептің баланы өзгертуге болады, бірақ дипломы бар, уже ұстаздарды өзгерту өте қиын екен. Сондай жағдайда біз ескерту беріп, сөгіс беріп, жұмыс істемейтін мұғаліммен біз тек қана доғырастарға айтетеміз. Өйткені баланың білімі, баланың болашағы, оны сондай жағынан біз қарауымыз керек. Сол кезде ата-аналар болды келіп. Бұл мұғалім мықты класс жетекші, менің балам жақсы көреді. Сіз оны шығармайсыз, біз оны алып қаламыз, біз министерствоға жазамыз деп келіп мектептің жұмысына араласады. Сол кезде мен мынандай сұрақ қойдым. Ол мүмкін жақсы тәрбиеші шығар, ол няня бола алады тәрбиеші, мықты мұғалім емес деп бастап келе жатсам, маған ол маңызды емес. Менің баламды оқытудың қажеті жоқ. Менің баламның жаңағы психикасы дұрыс болу керек. Мен әрине ол психикасы дұрыс болу үшін жұмыс істеу, бізді негізгі мақсатым бізді білім беру. Білім беру үшін мұғалімдардың білімділігіне біз қатты мән береміз. Сондықтан сол жағынан да қарау керек деп. Сонда мен ойлап қарап отырсам, қазір қоғамның ата-аналардың ойының жаңағы түсіп кеткені ме, сол жағын. Сондықтан мұғалім қандай болу керек? Бірінші, ол мысалы тарих пәні мұғалім болса, тарих пәнінен жетік білу керек. Оның бірнеше зерттеуі болу керек. Бірнеше авторлық жобалары, ол өзінің сабағын жақсы біліп, жақсы көру керек. И баланы да соңынан ерте алу керек. Сонда сол арқылы ол баланың жаңағы білімін ашып, тарихқа үйретіп отырып, немесе математик болса, математикадан ол кәдімгі қандай есеп болса да, балалардың жаңағы шығаруына әртүрлі әдіс тәсілдерді меңгере білу керек. Міне сондай ұстаздар балаларға тек қана білім емес, үлгі да болады, тәрбие да береді. Ондай мұғалімдарды, білімді мұғалімдарды қазір оқушылар қатты сыйлайды. Оқушыларды қатты сыйлайтын мен байқадым. Сондықтан біздің мақсатымыз тек қана жаңағы мұғалімнің имиджі, оның сыртқы көрінісі, оның сөйлеуі емес, біліміне, білімді жағынан. Сосын білімді мұғалімдарға басқа жағынан да біз қолдау көрсетуіміз керек. Министерство тарапынан қазір мұғалімнің мысалы жаңа категориялары, оның сарапшы, ең жоғары категория сарапшы ғой. Одан кейін одан жоғары зерттеуші деген бар. Сосын мастер, ең ол несі. Сол мастерға, зерттеуші мен мастерға барлық мұғалімға бере берудің өткенде министріміз Ғани Бейсенбаевич осыны жақсы айтты. Сарапшыны мұғалімдарды біз көбейтуіміз керек. Зерттеуші мен мастер деген бәрі бірдей мүмкін емес. Өйткені ол деген үлгі болу керек. Оған жету үшін ол мұғалім соған лайықты болу керек деп өзінің сөзінде айтып кетті. Сондықтан мұғалімдер түсіну керек. Өзі қайда бара жатыр? Өйткені жағдай жасалып жатыр, айлықтарын көтеріп жатыр. Бірақ мұғалімдер жаңағы бір ескерту айтып, немесе жұмысын етсе, мен жұмыс істемеймін, өйткені мұғалімдер қазір табу қиын ғой. Мұғалімді тауып алыңыз деген сияқты жаңағындай сөздер айтып жатады. Сондықтан мұғалімнің статусын көтеру арқылы, айлығын статусын көтеру арқылы біз мұғалімнің білімдерін көтеруге көп күш салу керек. Тіпті жаңағы мысалы бір буллинг бізде бар ғой, стоп буллинг деген. Бала соған кіреді, сол жерде ол анонимно жазалады. Мысалы маған буллинг болып жатыр,
мұғалім буллинг жасап жатыр, немесе жаңа ата анамнан буллинг болып жатыр деп жазалады. Сондай бізде оқиға болды. 11 класстың оқушысы өте сауатты жазған. Мен биологияны жақсы білем, өзіме сенімдімін, бірақ мұғалім өзінің жаңағы менің қабылдамайды, дұрыс баға қоймайды, и сабақта да көп кешігеді. Сосын біз енді жаңа камера бар ғой, баланың несін біз фактісін тексереміз. Расында да мұғалімнің жаңа сабақта көп кешігетін, тіпті 15 минут сабақта болмағанын байқадық. Енді ол кісіге біз бұндай жағдай ескерту береміз ғой. Соны сізге енді ескерту береміз, сіз кешікпеңіз, өйткені сіз үлгісіз, балаларға үлгі беріп отырсыз, балалардан қалай сұрайсыз деп. Бірден өтініш жазып, мен жұмыстан кетем деп. Қабылдамайды, өзінің жаңағы мен келесі жол, мен жоқ кешікпеуді үйренуім керек деп. Мықты мұғалім, білім сабағын, бірақ жаңағындай өздерінің қателерін мойындамайтын, оқушыны айтпай ақ қой, мұғалімдер, ондай мұғалімдермен жұмыс істеу өте қиын. Сондықтан бізге мұғалім тәртіпке, заңға бағынатын, білімді, тәрбие де бере алатын жан-жақты жаңа мұғалім. Ол расында да бренд, ол расында да біз мақтанамыз ондай мұғалімдермен. Ондай мұғалімдерді жаңағы жоғарғы не көтеру, дәрежеге дейін көтеруге болады. Сонда мұғалім қазір көшбасшы, иә? Көшбасшы. Әрбір мұғалім көшбасшы. Мен мысалы басшы ретінде мұғалімдерге айтамын, мен көбінесе сіз деп сөйлесем, мен сізге тіпті ұрсып, немесе дауыс көтере алмаймын, өйткені сіз менімен бірдей жоғары білімді мамансыз. Сондықтан сіздің жаңа жағдайыңызды естіп отырмын, мүмкін қандай көмек керек деп. Мен тарапынан тіпті сіздің жаңа уақытыңызға қарай неңізді жасап берейік, жаңа күнделікті кестеңізді деп мұғалімдермен солай сөйлесуге тура келеді, өйткені олардың да жаңағы несін көтеруіміз керек. Өзінің орным, мен мұғаліммін деп шамалы өзінің мәртебесін біліп тұру керек. Заң бар мұғалім мәртебесі. Оны біз басшы ретінде көтеруіміз керек. Сонда ғана жұмыс жүреді. Дұрыс. И мы завершаем, у нас осталось 3 минуты, и хотелось бы задать такой последний вопрос. Как вы думаете, в частных школах в каждом классе есть куратор? И знаете, хочу быстро рассказать такую историю. Это история моей знакомой, подруги, не буду называть ее имя, но в детстве ей жилось очень сложно дома. То есть ее била мама, да, и обстановка дома была очень напряженная. И она говорит, тогда она училась в школе КТЛ, и для нее было одним спасением, когда она приходила в школу, и издалека муғалим кричал: «Айгүл ханым, қалыңыз қалай, қалайсыз?» И она говорит, я благодаря этому учителю только выжила и не пошла на какие-то меры, вот как светлый образ учителя. И вот скажите, в частных школах у нас есть кураторы. Вот, я думаю, что вообще можно было инициировать эту мысль, чтобы в государственных школах появились кураторы, потому что это те люди, которые бы занимались, просто наблюдали бы, да, психическое состояние детей, им дарили бы это любовь, внимание, да, вот, потому что учитель, он занят в основном учебой, обучением и очень загружен. Как вот быстро, если можете ответить на вопрос, и мы завершаем. Сынып жетекшінің енді негізі қаржыға келіп тіреледі ғой. Ақшасын 3 есе көтереміз деген енді сондай бір нелер айтылып жатыр министерство тарапынан. Әзірге сондай шешімдер қабылданып жатыр. Бірақ куратор ретінде жеке ол бюджетке келіп тіреледі. Сондықтан оның бәрібір ақшасы аз болады. Оған қазір педагог ассистент бар, инклюзия балаларына қарайтын. Сондықтан сол педагог ассистент бізде үлкен көмек. Ол тек қана педагог ассистент баланың қасында сопровождать етіп жүрмейді, ол оқуына да көмектеседі. Ол кәдімгі педагог болу керек, оның айлығы. Міне сол педагог ассистенттер бар бізде қазір. Соған қуанамыз. Жақсы. И на сегодня мы завершаем наш первый выпуск нашего подкаста «Баламедиа». Я благодарю наших гостей, Замзагуля ханым, Диана ханым. Напомните, да, про наш подарок? Бізде сессия апатымыз бар. Бүгін біз көптеген проблемалар, қиындықтар талқыладық. Бірақ оған дайын шешіміңіз конструктивті ретінде комментарий жасаңыз, бізден кітап сессия апатқа болады. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Жақсы.